Сәлем аналар. Бүгінгі тақырыбымыз баланың мұрны асты не істейміз деген сұраққа жауап беретін боламын. Баланың негізі мұрын бұл демалу қызметін, яғни тыныс алу қызметін атқарады. Мұрын өте нәзік, бұл вирусты тез қабылдайды және бұл бірінші өтетін жол осы мұрын арқылы ауру тарайды, яғни мұрын арқылы біз вирусты сіңіреді екенбіз. Мұрын туралы анықтама айтатын боламын. Мұрын бұл тыныс алудың бірінші мүшесі. Мұрын қуысының іші ылғалды түстермен қапталған, ол ұрық қорғаныш қызметін атқарады. Түтіктері шаң тозаң мен вирус микробтарды ұстап қалып, яғни қорғаныш қызметін атқарады. Вирус мұрын арқылы кіріп тамағымызға отырады. Солай тамағымыз қызарып бастайды. Тамақтан бадамша безі орналасқан, ол қорғаныш қызметін атқарады. Тағы да айтатын боламыз, ескерту: балаларға арналған сору түтіктері бар заттарды көп пайдаланбаңыздар. Неге десеңіз, мұрын қуысының ішкі түтіктері бар, ол қорғаныш қызметін атқарады. Әр сорған сайын сол түтіктер жұлынып кетеді. Сосын мұрында түрлі вирус ену тез болады және бала жиі ауыратын болады. Барынша мұрынды сормай, одан да жуған дұрыс. Өйткені мұрын мен тамақ бір-бірімен жалғанған, тамақта ірің тұрып қалған кезде су жібітіп шығарады. Мұрын ақса не істейміз? Ең бірінші бізге 10 граммдық шприцпен қажет. Сосын системаның инемен жалғанған жеріндегі жұмсақ сары резинканы қажет болады. Оның екі жағынан жерінен қырқып аламыз, екі бекітілген жерінен. Ол бізге насатка қызметін атқарады. Жұмсақ мұрын ішкі жағын жара қылып жібермейді, сол үшін оны аламыз. 10 граммдық шприцпен насатканы алып, шприцтің ұшына кигіземіз. Бізге енді ерітінді қажет болады, бізге фурацилин керек болады. Жуу процесі: ең алдымен ерітіндіні дайындап аламыз. Ол үшін 200 мл жылы су керек. 2 таблетканы фурацилин ерітіндісіне 200 мл суға ертіп салып аламыз. Оны жақсылап араластырып аламыз. Сосын 10 граммдық шприцке насаткамызбен кигізіп алып, фурацилинді тартып аламыз. Ең алдымен біз баланы ыңғайлы етіп, яғни баланы кішкене еңкейтіп ұстатамыз. Сосын мұрнының оң жағымен 3-5 рет жуамыз, сол жағынан 3-5 рет жуамыз. Жуып болған соң міндетті түрде мұрынға арналған аквамарис спреймен немесе каплямен 2 рет тамызамыз. Мұрынды қай кезде жуамыз? Енді басталғанда немесе асқынған жағдайда, баладан енді слизис болып ағып бастағанда жуамыз. Күніне 2-3 реттен жуамыз. Бұл жуу процесін 3 күн 2-3 реттен жуамыз. Асқынған жағдайда баланы сары ірің болып ағып тоқтамай ағып жатқан кезде күніне 3 реттен жуамыз. Бұл процесс 5-7 күн 3 реттен жуамыз. Жуып болған соң міндетті түрде аквамарис немесе не болмаса түрлі каплямен тамызамыз. Назарларыңызға рахмет аналар. Сіздерге көмегім тисе өте қуаныштымын. Менің каналыма тіркелсеңіздер, келесі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және де қолдауларыңызға рахмет.